Қазақ жеріндегі алғашқы дербес мемлекетті Шыңғыс ханның ұрпақтары құрған. Бүгін Астанадағы Еуразия ұлттық университетінде өткен ғылыми тәжірибелік конференцияда қазақстандық ғалымдар осындай баяндама жасады. Оған дәлел ретінде биыл Моңғолияда қазақ хандығының 550 жылдығына арналған жиын өткенін де келтіріп өтті. Қазақ хандығынан мәңгілік елге тақырыбында өткен жиынға мүйізі қарағайдай академиктер мен тарих ғылымдарының докторлары қатысты. Онда баяндама жасаған шығыстанушы Әбсаттар Қажы Дербісәлі қазақтың алғашқы дербестік алуын Ақ Орда хандығымен байланыстырды. Ол туралы Мұхаммед Хайдар Дулатидың Тарихи Рашиди кітабында нақты жазылған дейді. Ғалым негізінен біртұтас Алтын Орда мемлекетінің тақталасы салдарынан жеке ұлыстарға жіктеле бастағанына тоқталды. Нәтижесінде Қазақстан жерінде жергілікті этникалық негізде пайда болған ірі мемлекет Ақ Орда хандығы құрылды. Ақ Орданың негізін Шыңғыстың немересі Жошы ханның үлкен ұлы Орда ежен қалады. Ақ Орда хандығы 2 ғасыр бойы өмір сүрді. Осы уақыт ішінде Ақ Орданың хандары Алтын Ордадан түбегейлі тәуелсіздік алып, оны дербес мемлекетке айналдырды. Бұл деректі өз кезегінде тарих ғылымының докторы Қалқаман Жұмағұлов та растады. Тіпті ол қазақ хандығының 550 жылдығын қазір Моңғолия мемлекетінің де ескеріп отырғанын алға тартты. Мен өзім жақында Моңғолиядан келдім. Моңғолияда 15 мамырда Моңғолияда үлкен конференция болды. Ол неге атанды десеңіздер, ол қазақ хандығының 550 жылдығына. Сөзде баяндама жасадым мен, Қазақ хандығының 550 жылдығына. Соңғы Моңғол түрік, түрік-моңғол тарихының сабақтастығы міне. Осындай мәселелер қаралды. Бұл ретте баяндамашылар қазақ даласы 13 ғасырдың басында Шыңғыс ханның ұлдары Жошы, Шағатай, Үгедей ұлыстарының иелігіне жіктелгенмен, біздің бастауымыз сонау Сақ, Ғұн, Түркі қағанаттарында жатыр дейді. Бүгінгі басқосуда тек Керей мен Жәнібек хандар құрған қазақ хандығына дейінгі дербестікті Алтын Ордадан бері тарқатып отырғандарын еске салды. Еркеғали Болатұлы, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақ Ньюс, Астана.